Сызны Киев селемлай студияда Украина хаберлері бүгін июнның 6-сы салы күні. Денкеверлер ағыр селендіруындан Павлопольның мескен малесіне атеш açты. Бір қач патлав алеті ерлі мектеп бинасына тұшты. Нәтижеде жидді зарар кетірілді. Бұныдан баста атеш тоқтатуф режимінің идареве незарет етілмесі бойынша умуми меркезінің Украин тарафы білдіре. Бұндан да ғайры Павлополь районында топлардан Русия үжіретлі ордулары Украина селелі құветлерінің мевзімлері сыныр бекчелеріне атеш açқан еді. Сыныр хізметінің Донецк тақымы бөлігінің бинасына да зарар кетірілмеді. Кимсе яраланмады. Бұның иле Богдановка мескін ері янында террористлер топ атышы реактив тәртибатларындан үжім етті. Пески тарафына танктан атеш açылды. Чермалык жеварында бұйық калибрлі топларны құлландылар. Бұйық атышларының ақыбетлеріні меркезінің Украин тарафы білмеге тырыша. Қырым адлиежесі Эдем Смедляевның евіне ұзыны бергі қызметінің хадимлері оларақ танытқан белгісі шақыслар кережек еді. Весиқалардан текреберлерінің сансыз емріні көстерділер. Емерде дегер адрес язылған еді. Бұны Смедляевның апайы білдіре ошу вақыта дорт баласынен евде бұлынайды. Белгесі шақыслар протоколны тізмегеве полицияны чағырмаға разы олмады. Ознев бетінде қадын ақайның зянаддашларыны чағарды. Айны вақытта Қырымда Николай Семенаның іші бойынша махкеме топлашывы сонына етті. Прокурор қабатлы еже тарафының бұтын весиқаларыны берді. Невбеттеке топлашыв июнның 14-інде кечірілежек. Хатырлатам, Қырымның ишғал жакиметі Николай Семенаны сепаратизмді қабатлай. Қамачав Қырымның азат етілмесіне бірінші зарури адым мақалесі үшін ona 5 yıllık апис жазасы беріле біле. Журналист қабатыны танымай. Хизбут Тахрир іші бойынша кечкен инсанларының апис мұдеттіні әке айға ұзаттылар. Адлиежі Алексей Ладин аңлатқаны кебі мұдеттінің кечкенінден соң қабатланылған инсанларының аписте бұлыну вақты бұрбучық еліні тешкіл етер. Ишлерінің бұ кебі тұрынды бұ аписте бұлынуының азами мұдеттідір. Оның айтқаны кебі топлашывда Русия махкемеджесі ве қабатлы ежі тарафының темселжесіне рет етув білдірілгені еді. Ама махкемеджі адет үзре бұны қабыл етмеді. Хизбут Тахрир Ялта іші бойынша кечкен бірінші дорт инсаны 2016 сенесі февральның 11-інде тұтып алған еділер. Олардан ән белі сөйі инсанықлары бойынша контакт группасының азасы Эмирусин Куку. Русия юқары махкемесі Хизбут Тахрир тешкелетіні 2013 сенесі ясақлаған ве террористик олып адландырылған 15 тешкелетінің сарасына кірсеткен еді. Базар әртісі күні Бұйық Британияның баш назиры Тереза Мэй Лондонда алған теракттан сон тоқтатылған сайлав компаниясының ғайрыдан башланмасыны илан етті, деп білдіре Reuters. Парламент сайлавлары жұма ақшамы июнның 8-інде кечірілежек. Хатырлатам, Британия полициясы Лондонда июнның 4-не кечергежесі терактны мейданға кетірген ұджыны етчінің шақсыны белгеледі. Ама адларыны біраздан білдірежеклер. Білі олғаны кебі бірінде Ирландияда берілген шақыс шадетнемесі тапылған еді. Бұны Дублин хавсызлық күчлеріне әсасланып Press Association ешірі білдіре. Айны вақытта полиция ондан зияды инсанны тұтты. Базар күніне кечергежесі террористлер Лондон көпірінде юрген пиеделеріні мүгедеккен басқан еді. Бұндан да ғайрым инсанларға пычақларнен атылған еділер. Еді инсан әлі қолды, 48-ы яраланды. Тамиржилер қазмаджыларының рефақаты елем Донецк сүзгүч станциясының районына yol алып, бұзылған электрик береже yolағында тамир ешлерінің колеманы белгелейжек. Бұны Донецк әрби ватандашлық мемориетінің башы Павел Жебривский білдіре. Бұ күнлері Украин тарафы Русия үжіретлі әскерлерінден атеш тоқтатуының кефалетіні алған еді. Хатырлатам, июнның 3-інде женкеверлерінің невбеттеке атышындан сон ишғал етілген территорияда Донецк сүзгүч станциясының теменленген электрик yolағы бозылған еді. Бұл вақытқа жиджен кеверлер тамир ишлерінің кечірілмесіне хавсызлық кефалетіні бермейді. Вақтынже ишғал етілген территорияларының меселелері бойынша назерлікте білдірілгені кебі Авдеевка едігіне олған сув салы күнің сабасына қадар етер.
Украинаның эвел олмаған рекорды. Экстремал 600 метр yüksекligінде екі ава топузлы арасында арқандан кечті. Станислав Панютаның рекордыны Украина рекордлары мили қайдына кірсеттілер. Тәлікелі марифиятны умайнды ава топузларының халқара фестивалінде костардылар. Топуз учуджилары Сергей Скалькове, Юрий Бейдикнің бұл бірінже мили ирішімелері дегіл. Оларның сабатында Украинаның еді рекорды yüksеклік, Узақлық ве учышларының девамлығы бойынша. Днепрсекіні Станислав Панюта дегер муафақаятлары иле белі. 2016 сенесі о 70 метр yüksеклігінде 217 қатлы бина арасында арқандан кечіп Украина рекордыны қойған еді. Москвада Украина әдебиеті китапханасының сабық мудиріне Москва махкемесі 4 елік шартлы апиш жазасыны берді. Наталья Шаринаны экстремизм ве пара исрафында қабатлы оларақ таныдылар. Білдірілгені кебі зарар көрген тарафның давасы біраздан бақылажақ. Хатырлатам, 2015 сенесі октябрінің 28-інде Русия пайтақтында ерлешкен Украин әдебиеті китапханасында түнтувілер кечірілді. Нәтижеде мудерні тұтып алған әділер. Шаринаға қаршы мили нефрет ве душманлықның мейданға кетірілмесі маддесі бойынша иш açılды. Бұна себеп китапхане зеретчілері арасында Дмитрий Карчинский нешірінің тартықтылмасы Русияда китап экстремистик сайлы ве ясақ әтілген еді. 2016 сенесі апрель 5-інде Шаринаға исраф қабаты білдірілі. Дегені кейбі китапханеде тапылған малюмат бір кемсенің тарафындан аселет кетірілген еді. Приговор вообще не соответствует действительности. Үкім ақиқатқа уймай. Тесув кемінде сонки еді ай давамында олғаны, яғни ешбір дәлеліміз назарға алынмады. Бұл біріншісі, айны вақытта махкемет ақиқатында ешбір мадде бойынша ешбір шартлық бақылмады. Дава вақытында әршей аңлашылды. Яғни девлет қабатлайжысы өз шығышында бұл ішінің сияси кетішат олғаны қайд еткен еді. Испанияның Гвадалахара шәрінде World Challenge Cup басамағында Украинаның биди гимнастика бойынша тақымы 4-ші ерні қазанды. Евгения Гоман, Анастасия Возняк, Валерия Юзвяк, Валерия Ханина, Диана Межерицкая ве Дарья Кобец. Умуми межгулетлерде кумушны ве учтоп ве эки атлама епі МД беш қыршав еле япылған межгулетлерде эки тунч медаліні қазандылар. Шақси межгулетлерде тақымның етекчесі Виктория Мазур чоқмар еле қашында үшінші нәтижені көстерді. Украинлілер тарафындан майыста 2016 сенесі майыс айында олғанына көре, маштанларының сатын алуы бір бұчық қадзияды артты. Бұны Укр автопромда білдірелер. 6600 яны машина Украина айдавчылары арасында энрақ бетлі маркалар Toyota, Renault, Skoda ве Volkswagen. Бұның еле экспертлер премиум машиналарының сатын алынмасы артқаныны қайд еті. Майыста аман-аман еле Porsche машинасы сатылды. Былтыр исе қарарнен 20 машина сатылған еді. Үрметлі серджелер бұдығы қыға бұсонке хаберда дачо хаберлерінің Укринформ сайтында оқи білесіңіз. Ярын ғажы. Сақлықнен қалыңыз.